Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала. Армысыз құрметті көрермен, арнамыздың тікелей эфирінде футзалдан Қазақстан чемпионатының 28-ші туры. Семей қаласындағы Абай арена және осы бір әсем спорт кешенінде бүгін біз Семей мен Ордабасы арасындағы матчты тамашалаймыз. Кеше 27-ші тур аясында екі команда тура осы аренада кездесу өткізді. 5-2 есебімен ол матчта Семей командасы жеңіске 77-ші Нұрбек Қабылбаев, бас бапкер Жозе Алесио матч басталды. Бұл ойынды жүргізетін комментатор Нұрасыл Ғамзатұлы. Паркет иелері Семей командасы Көкжейдеде, Ақжейдеде өнер көрсететін Ордабасы командасы. 89-ші Никита Емельянов, 99-ші Камиль Герейханов. Қазір Семейдің шабуылы, соққы! Дедезиньоның алғашқы мүмкіндігі Белимов. Гильерме Фалькао әуелете пас және есеп 0-1. Нұрсұлтан Пиалы қандай ғаламат гол, және оған берілген пасты да біз атап өтуіміз қажет. Сәтті ойнап жатыр Иван. Тағы да шабуыл, есеп 1-1. Шыңғыс Есенаманов. Белимов 8 минут шыдады. Ақыры жаңа шабуылды бастады Семей командасы. Қазір Қарменов, есеп 2-0.